кез келген ақиқатты жоққа шығарушы адам шайтан. Демек, Атеистің дәл сондай. демек, Құдайға сенбеймін дейтін, ғылымға сенемін дейтін адамдар Шайтан. солай айтудан қорқпайсыз ба? Қорқатын несі бар? Ол өзін бүркеп тұр ғой ақиқаттан. Ал атеистерге байланысты не айтар едіңіз? Тіпті Құдайдың барына сенбейтіндер. Енді Алла жүректің иесі Алла тағала ғой. Құдайға сенбейтін пенде жоқ. Атеистерге Жалпы. жын кіре ма жалпы? Сондай оқиғалар болды ма? Өздері жын ғой олардың. Өздері жын ба? Адамның суретінде жүрген шайтандар ғой олар. Сіз солай қабылдайсыз ба? Иә. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйтіп айтты ғой. Аллахумма инни аузу бика минаш шаятинил инси вал джин деді. Я Раббым, сенен адамнан болған және жыннан болған шайтандардан пана тілеймін деді. Хадисі бар. Онда сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, жынның ғой шайтаны белгілі. Адамның да шайтаны бола ма?" дегенде пайғамбар бәлә дейді. Иә, болады дейді. Адамның да шайтаны болады дейді. Яғни шайтан деген сөз Алла тағалаға ақиқаттан бүркенген деген сөз ғой. Шатана деген сөзден шығатын болса, шайтан дегені жаңағыдай бүркенуші деген мағынаны білдіреді. Ақиқаттан бүйтіп бүркеніп алатын деген мағынаны білдіреді. Кез келген ақиқатты жоққа шығарушы адам шайтан. Атеистің дәл сондай. Демек, Құдайға сенбеймін дейтін, ғылымға сенемін дейтін адамдар Шайтан. солай айтудан қорқпайсыз ба? Қорқатын несі бар? Ол өзін бүркеп тұр ғой ақиқаттан. Бұл бір дөрекі, бір боқтық сөз емес қой бұл. Бұл мансықтау да емес. Бұл нәрсенің өз болмысында айту. Қалай бар солай айту. Ол адамның сондай болып кетуіне сонда сол тылсым Ол адамның әлемнің ондай болып кетуіне өзінің тәкаппарлығынан басқа ештеңе себеп емес. Сол адамның тәкаппарлығына. Мен сізге айтам, тағы айтам. Жаңа айтып кеттім, сөз бөлініп кетті. Жалпы атеистпін деп жүрген адам Құдайға сенбейтін адам жоқ. Мен сізге солай айтам. Тек қана соны мойындамайтын адам бар, сенетіндігін мойындамайтын адам бар. Сол сенетіндігін мойындамауына не себеп дейтін болсаңыз, тәкаппарлық, менмендік. Сен кімсің деген сияқты.